Ережеп айы исламдағы қасиетті 4 айдың бірі болып есептеледі. Бұл ай Алланың айы деп аталады. Бұл айда Исра және Миғраж түні және Рағайып түні бар. Сондай-ақ пайғамбар сүннет еткендей нәпіл ораза ұстауға болады. Биыл бұл ай ақпанға түсіп тұр. Қасиетті 4 айдың бірі осы Ережеп айы болса, ондағы жасалған игі істердің сауабы өзге айлардағыдан көбірек екен. Ражаб сөзі ұлықтау, құрметтеу деген мағынаны білдіреді. Араб халқы ислам діні келмей тұрып бұл айды ерекше қадірлеген. Тіпті осы уақытта жылдап жалғасып келе жатқан соғыстар, араздықтар тоқтаған. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып каналымыздың дамуына үлес қосыңыздар. Ережеп айының алғашқы жұмасында Рағайып намазын оқу туралы келген хадисті кейбір ғалымдар негізсіз деп айтқан. Дегенмен Алла елшісі Ережеп айында көп истиғфар айтуға, кешірім тілеуге үндеген. Алла елшісі Ережеп айында ораза тұтатын. Алайда бұл айда ораза тұту, тұтпау әркімнің өз еркі болуы тиіс. Ережеп желге, Шағбан бұлтқа, Рамазан жаңбырға ұқсайды. Ережеп айында дән егілмесе, Шағбан айында суарылмаса, Рамазан айында одан қандай егін күтуге болады. Сол себепті бұл айды барынша пайдалы өткізіп, ғибадат жасап, дұға етіп, араздасқандар бір-бірімен жарасып татуласу керек. Күндіз ораза ұстаумен қатар түнде көбірек тахажжуд намазына тұрған жақсы. Сондай Құран оқып, қаза намаздарды өтеп, таспихат, зікірлерді айтып, көптеп жарылғау тілеген дұрыс. Өйткені харам айларында, соның ішінде Ражаб айында орындалған игіліктерге өзге айдағыдан гөрі көбірек сауап жазылатындығы жоғарыдағы ардақты сахаба Абдулла ибн Аббастың сөзінен ұғыну қиын емес. Айлардың бәрінде зұлымдық етуге болмайды. Соның арасында 4 айды ерекше атап өтіп отыр. Және оларды харам айлары, яғни тыйым салынған айлар етті. Осы айлардағы жасалған күнәлар басқа айларға қарағанда үлкенірек. Ал жасалған игі істер мен сауаптардың дәрежесі өзге айлардан қарағанда ұлығырақ. Ережеп берекелі ұлық ай. Ондағы аз ғана ізгі іске көптеген сауаптар беріледі, құлшылықтар мен дұғалар қабыл болады. Алла елшісі 5 түн бар, онда дұғалар кері қайтарылмайды. Олар Ережеп айының алғашқы түні, Шағбан айының жартысындағы түн, Жұма түні, ораза және Құрбан айт түндері деген. Ережеп айында елеулі тарихи оқиғалар өткен. Мысалы, жер бетін су басқанда Нұх пайғамбар кемеге мінген. Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, пайғамбарға алғашқы уахи түсе бастаған, Миғражға көтерілген. Миғраж оқиғасы хижреттен 1,5 жыл бұрын Ережеп айының 27-ші түнінде болды. Миғраж сөзі жоғары шығу, ал Исра сөзінің мағынасы түнгі сапар дегенді білдіреді. Алла тағала осы айда жасаған құлшылықтарымызды қабыл етіп, о дүние бұл дүниеде жүзімізді жарық еткей.